Марк Мэнсон. Бәріне қолынды бір сілте, немесе өмірінді жеңілдету өнері. Таңдау. Уильям Джеймстің өмірі қиындыққа толы еді. Шынында да, көз ашқалы қайғы мұңсыз өткен бір күні жоқ. Джеймс дәулетті әрі атақты отбасында дүниеге келгенімен, туылғаннан денсаулығы нашартын. Бала кезінде көз ауруынан уақытша зағип болды. Асқазаны да дұрыс болмай, жиі-жиі лоқсып, түсініксіз әрі қатаң диета ұстануға мәжбүр еді. Оның үстіне құлағының да мүкісі бар. Ал кей кездері арқа бұлшықеттері құрысып, соның салдарынан бүкіл денесі тырысып қалғанда бірнеше күн бойы отыра алмайды, не орнынан тұра алмайды. Денсаулығы дімкәс болғандықтан, Джеймс уақытының көп бөлігін үйде өткізетін. Өзінің досы да көп емес. Мектептегі оқу үлгерімі де нашар еді. Есесіне күні бойы сурет салатын. Қолымнан сурет салу ғана келеді деп ойлады. Дегенмен бейнелеу өнері өзіне қатты ұнайды. Өкінішке қарай, өзінен басқа ешкім оны бұл өнерге қабілетті деп ойлаған жоқ. Есейген шағында да ешкім оның туындысын мақтап, сатып алған емес. Жыл өткен сайын әкесі, дәулетті кәсіпкер, оны жалқаулығы мен дарынсыздығы үшін келемеждейтінді шығарды. Ал осы уақыт аралығында оның інісі Генри Джеймс әлемге әйгілі жазушыға айналады. Қарындасы Элис Джеймс те жазушы ретінде жақсы табыс тапты. Уильям болса, отбасындағы көзге шыққан сүйелдей еді. Жас жігіттің болашағын ойлап, ұлына көмектесу үшін бар күшін салған әкесі іскерлік байланыстарын пайдаланып, оны Гарвардтың медицина факультетіне оқуға түсіреді. Бұл сенің соңғы мүмкіндігін, деп сендірді әкесі. Егер Уильям бұл мүмкіндіктен айырылса, бұдан басқа ешқандай үміт жоқ екенін түсінді. Алайда Уильям Гарвардта өзін үйіндегідей еркін сезіне алмады. Медицина оны еш қызықтырмайтын. Бейне бір өзге біреудің орнына өмір сүріп жүргендей өзін бөтен адамдай сезінді. Егер ол өзін өзі емдей алмаса, басқаларды емдеуге қажетті күш-қуатты қайдан алады? Бір күні ол психиатриялық мекемеге барғанда, маман дәрігерлермен емес, керісінше науқас жандармен жақындықты сезінетінін күнделігіне жазады. Арада бірнеше жыл өтеді. Ал Уильям болса, әкесінің көңілін қалдырып, Гарвардтағы оқуын тастап кетеді. Дегенмен әкесіне медицина өзінің қалауы емес екенін айтып түсіндірудің орнына, үйінен кетіп қалуға шешім қабылдайды. Амазонканың тропикалық орманына баратын антропологиялық экспедициямен бірге сонда баруға өтініш береді. Бұл жағдай 1860 жылдары орын алғандықтан, құрлық аралық саяхаттар қиындықтар мен қауіп-қатерге толы еді. Егер сен бала кезінде Орегон соқпағы компьютерлік ойынын ойнаған болсан, нені мен деп тұрғанымды түсінерсің. Бұл саяхатта дизентерия да, суға батқан жануарлар да, басқа да қауіп-қатерлер кездесті. Қалай болғанда да Уильям Джеймс Амазонкаға жетті. Дәл осы жерден нағыз қызықты оқиғалар басталуы тиіс еді. Таңғаларлығы, оның денсаулығы осыншалықты алыс жолды еңсеруге жарады. Алайда діттеген жерге жеткеннен кейін, экспедицияның алғашқы күні ақ, оған шешек ауруы жұғып, джунглидің арасында бір ажалдан аман қалды. Содан соң ескі науқасы арқасының құрысып тұрысуы қайта оралып, Уильям өздігінен жүре алмайтын халге жетті. Өзі шешектен жүдеп, әбден ашыққан еді. Енді бұған денесінің құрысуы қосылып, жан шыдатпай ауырғаны сонша, тіпті қозғалудың өзі мұң болды. Оның үстіне Оңтүстік Американың белгісіз бір түкпірінде жападан жалғыз қалды. Экспедицияның қалған мүшелері
әрі қарай жүріп кеткенді. Үйге аман-есен оралуы да күмәнді. Сапары бірнеше айға созылып, ақыры оның түбіне жетуі де мүмкін. Әйткенмен ол амалын тауып, ақыры жаңа Англияға қайтып оралды. Мұнда оны ұлына әбден көңілі қалған әкесі қарсы алды. Бұл кезде ол баяғы жас жігіт емес, жасы 30-ға кеп қалған жұмыссыз ер адам еді. Оның барлық талпынысы сәтсіздікке ұшырады. Ал денсаулығы қайта-қайта сыр беріп, дертінен толықтай айығуы да екі талай. Өмірде оған берілген барлық мүмкіндіктерге қарамастан, барлығы күйреді. Уильямның өмірінде тек азап пен түңілу ғана тұрақты дүниелерге айналған сияқты. Енді ол ауыр күйзеліске ұшырап, өз-өзіне қол салуды да ойластыра бастайды. Бірақ бір күні Уильям философ Чарльз Пирстің дәрістерін оқып отырып, шағын тәжірибе жасамақ болды. Ол өзінің күнделігіне, өмірінде орын алған қандай жағдай болса да, барлығына өзім 100% жауапты боламын деп жазыпты. Осы кезеңде ол жоспарының сәтсіздікке ұшырауы мүмкін екеніне қарамастан, жағдайын өзгерту үшін қолынан келгеннің бәрін жасайды. Бір жылдың ішінде еш нәрсе өзгермесе де, демек ол шынымен айналадағы жағдайларға төтеп беруге дәрменсіз болғаны. Міне, сол кезде өз-өзіне қол салудан басқа амалы қалмайды. Сонымен, бұл әңгіменің мәні неде? Уильям Джеймс Америка психологиясының атасына айналды. Оның еңбектері мыңдаған тілге аударылып, 100 миллион данамен басылды. Ол өз дәуіріндегі ең ықпалды зиялылардың бірі, танымал философ әрі психолог болды. Уильям Джеймс Гарвардта сабақ беріп, дәріс оқу мақсатында ақш пен Еуропаның көптеген қалаларын аралаған. Үйленіп, 5 баланың әкесі атанды. Генри есімді ұлы танымал өмірбаяншы және Пулитцер сыйлығының иегері болған. Джеймс өзінің шағын тәжірибесін жандану деп атап, 30 жастан кейінгі өміріндегі барлық жетістіктеріне сол себеп болды деп түсіндіреді. Тұлғалық жетілу мен дамуға бастау беретін қарапайым ұғыну деген түсінік бар. Бұл дегеніміз, сыртқы орта жағдайларына қарамастан, өмірімізде болып жатқанның бәріне өзіміз жекелей жауапты екендігімізді түсіну. Өзімізге қатысты оқиғаларды үнемі басқару қолымыздан келмейді. Алайда біз әрқашанда бұл оқиғаларды қалай түсіну және оларға қалай жауап қайтару керектігін басқара аламыз. Саналы түрде мойындаймыз ба, жоқ па, өмірде болып жатқан дүниелердің барлығына біз жауаптымыз. Басқаша болуы мүмкін емес. Өмірдегі оқиғалардың мәнін талдаудан бас тарту, бәрібір оқиғалардың мәнін талдау болып қала береді. Өмірдегі оқиғаларды елемегенсіп, оған жауап қатпауын, бәрібір де оқиғаға үн қосқанын болып табылады. Бізге ұнай ма, жоқ па, әрдайым өмірімізде және ішкі жан дүниемізде болып жатқанның бәріне белсенді түрде қатысамыз. Біз үнемі әрбір сәт пен оқиғаның мәнін талдаймыз. Қашанда өмірде ұстанатын құндылықтар мен оқиғаларды бағалауға көмектесетін өлшемдерді таңдаймыз. Көбінесе таңдаған өлшемдерге байланысты бір ғана оқиға жақсы да, жаман да бола алады. Қысқаша айтқанда, жете түсінсек те, түсінбесек те, біз үнемі таңдау жасаймыз. Үнемі. Сондықтан адам бәріне қол сілтей алмайды. Бұл мүмкін емес. Біз тым болмаса бір дүниені ескеріп, оған назар аударамыз. Осыдан келіп мынадай заңды сұрақ туындайды. Көзге ілмейтін дүниелерді қалайша таңдаймыз? Өз іс-әрекеттерімізді қандай құндылықтарға негіздейміз? Өмірімізді бағалау үшін қандай өлшемдерді пайдаланамыз? Және бұл таңдау сәтті болып, құндылықтар мен өлшемдер ойымыздан шыға ма?